Сәлеметсіздер ме оқырмандар, 5 сынып қазақ әдебиеті пәнінен 1-90 бойынша нөмірі 2 БЖБ тапсырмасы. Бөлім таза мінсіз асыл сөз. Тақырып Қобыланды батыр жыры. Оқу мақсаты әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау, шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының мағынасын анықтау. Бағалау критерийі: білім алушы шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтайды, тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының мағынасына ажыратады. Ойлау дағдыларының деңгейі: қолдану. Орындау уақыты 15-20 минут. Бірінші тапсырма: екі жақты түсіндірме күнделігі арқылы Қобыланды батыр жырының тақырыбы мен идеясын анықтаңыз. Кестенің сол жағына мәтіннен тақырыбы мен идеясына байланысты үзінділер жазыңыз. Оң жағына үзінділердің түсіндірмесін өз сөзіңізбен жазыңыз. Тақырыбы: батырлық ерлік, идеясы: батыр ерлігін насихаттау. Үзінділер: барғысы келіп батырың тоқтамайды табаны. Мұнда Қобыланды өзіне сенді, яғни көкті маймақ жеріне барады. Бұл арада оның ештеңеден қаймықпайтынын байқауға болады. Құрулы бақан басында екі бөліп ұшырды. Бұл жерде жаңағы аясына іліп қойған теңгені атып екі бөліп түсіруі, бұл жерде батырдың ептілігін, мергендігін көрсететін жолдар. Қызыл ерді сүйретті, сүйреткі қылып күйретті деген жолдарда жаңа менсінбеген дұшпанның жазасын берді. Екінші тапсырма: жырдан төмендегі сөздердің тура мағынасын анықтаңыз. Бейнелеуіш құрал түрін жазыңыз. Ауыспалы мағыналы сөз: қара үйлі кедейлер қарқ болыпты да қалыпты. Мұнда тойыну деген мағынаны білдіреді. Тура мағынасы: бейнелеуіш құрал түрі қара үй, эпитет. Жылқы біткеннен тігерге түйек қалдырмай айдап кетіпті. Мұнда түк қалдырмау. Тұрақты тіркес: тігерге түйек қалдырмай. Арыстанның апандай аузын көреді. Мұнда үлкен деген мағынада, теңеу апандай. Қараңғылық серпіліп жүре бергенде: бұл надандықтан шығу, яғни метонимия, қараңғылық. Құстай ұшып құйғытып барады, жылдам бару. Мұнда теңеу, құстай. Бағалау критерийі: бірінші тапсырма: шығарманың басты тақырыбы мен негізгі ойын анықтайды. Дескриптор: жырдан тақырып пен идеяға қатысты үзінділер табады, үзінділердің мағынасын өз сөзімен айтады. Үзінділер негізінде жырдың тақырыбы мен идеясын анықтайды. Екінші тапсырма: шығармадан тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының мағынасын ажыратады. Дескриптор: берілген сөздердің тура мағынасын анықтайды, бейнелеуіш құрал түрлерін анықтайды. Барлығы 7 ұпай.